астанадан 30-40 минуттық Балқарағай демалыс орнына біз қалай бардық. Біз екі жанұя болып бардық. Әрбір жанұя 320 мың теңгеге 2 күнге 2 этажды үйді жалдадық. Яғни бір үйді, 2 этажды үйді 2 семья болып жалдадық. Әрқайсымызда 3 баладан 10 адамдай болдық. 320 мың теңге, ішіне 3 мезгіл тамағы кіреді 2 күнге. Яғни таңертең сағат 3-те заход кіресің, 3-те сағат 12-де шығасың. Біз ертерек бардық ол күні, сөйтіп ертерек сағат 2-ге келдік. 2-де барып, кілтімізді барлығын алдық, бірақ заход сағат 3-те болады, сол үшін бізге обед алсаңыздар болады деді. Біз барып обед алдық жақсылап, тамақтары өте керемет екен. Прям біз бұл демалыста тамақ жеумен болдық шынымен де, себебі біз өзіміз де өте көп тамақ алып келдік. Андай чипсы, прям аш қалатындай лепешка, буханка, сыр, мыр, шпротымызға дейін алып келдік. И келсек 3 мезгіл еще тамақ береді екен. Біз енді балалы болғаннан кейін по-любому балалардың ішінде қарны ашады деп көбірек тамақ алуға тырыстық. Бірақ алмасаңыздар да болады екен, себебі 3 мезгіл тамақ береді, және де өте сытный, первый, второй салат, наны ып-ыстық, өте керемет, свежий қылып береді. Және де өзіңмен бірге үйіңе алып кетсең болады, яғни домикке алып кетсең болады. Сонымен біз тамағымызды жеп алдық. Тамағымызды жеп алғаннан кейін барып заттарымызды жайғастырдық. Рум-тур кірген кезде осылай астында бірінші этажда 2 комната, ваннасы біреу, общий зал, кухня деп аталады, гостиная дейік. Бар, одан әр бөлмеде телевизор бар, өте керемет. Бірақ телевизорында YouTube қосылмайды екен, тек каналдар қосылады. Детский канал қосып қойып. Сонымен 2-ші этажда да тоже 2 бөлме. Әр бөлмеде өзінің ванна туалеті бар, полотенцелер береді, шкафтары бар. Прям біздің балалар ойнап күліп, біздің комнатамыз не захотите деп прям күшті болды балаларға. Сөйтіп біз уже кеш болды, пока жайғасамыз дегенше кеш болып, біз сразу катокқа бардық. Тюбингпен кататься еттік. Өздеріңіздің тюбингіңізбен келмей ақ қойыңыздар, себебі ол жұрттан беріледі. Тюбинг, на коньках, на лыжах, ол тоже 320 мың теңгенің ішінде белгілі бір уақыттар кірді, яғни жарты сағат, 1 сағат, 15 минут деген сияқты. Алар қарай уже сен доплачивать етесің. Сондай несі болды. Біз тюбингке түнге дейін кататься еттік, потом келіп, кешкі асымызды ішіп, кешке ойындарға кірістік. Түнімен ойнадық, семечка шақтық, киномызды көрдік, солай жаттық. Ертесіне таңертең тұрып, опять-таки завтракымызды ішіп, тіріден кейін тоже опять-таки на коньках кататься етіп, атқа, ол жақта коньки бар, лыжи бар, тюбинг бар, жылқылар бар, пони бар, кішкентай балаларға, және де сани пен бірге бар, өте керемет. Және оған біз үлгермедік. Және де квадроциклдер бар, соған мінсеңіздер болады тоже. Біз еще кешкісінің зоопаркке кіріп қайттық. Саунасы да бар, сол 320 мың теңгенің ішіне 2 сағаттық сауна уақыты кірді тоже. Саунаға да біздің жігіттеріміз барып қайтты. Сонымен бір күніміз осылай толығымен насыщенно өтті. Арасында обедке де, ужинға да барып жүрдік. Және обслуживаниесі да өте қатты ұнады, барлығын әкеп береді, салып береді, тағы да не қажет деп сұрап тұрады. Сондай бір несі қатты ұнады обслуживаниесі. И және де ертесіне таңертең тұрып, осылай қайтып кеттік. Сонымен біздің демалысымыз, айтпақшы, бұл акция. Яғни 320 мың теңгеге стоит. Яғни бір күні 160 мың теңге. Бірақ бір күн балалармен жүрген екен, ол жетпейді. Міндетті түрде 2 күн алғандарыңыз дұрыс. Еще біз понедельник күні бардық. Понедельник, вторник, балалардың сабағы басталған күні, осылай жаңа жыл біткен кезде, каникулдан кейін сразу. Еще будни дни болды, еще акция болды. Сонымен еще біздің погода да керемет болды, жылы. Керемет демалыс болды, шүкір. Осылай Балқарағай инстаграмына қарап, акцияларды қадағалап тұрсаңыздар болады. Осымен біздің Балқарағай демалысымыз керемет өтті дей аламын, баруға кеңес беремін. Тағамдары халал.